وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. Тірілер мен өлілер тең емес дейді пайғамбар. Жаңағы өлілер деген кезде осы жаңағы иман келтірмейтін адамдарды атала өлілерге тең еді. Мысалы біздің кез келгенімізде айтайық, мысалы көп нәрсені ұқпай жүрген кезде, неше түрлі тақырыптарда жүрген кезде дейік, мысалы намаз ештеңке білмейтін, сондай бір әйтеуір жел қай жақтан тұрса сол жаққа қарай жүгіре беретін күндерде атала сол күнімізге қандай баға береді десең, өлі болғансың деген баға береді екен. Бірақ біз адамдардың арасында тірі болдық қой. Біз мүмкін тіпті бір кейбір адамдардың арасында авторитет болған жарымыз дейік, мысалы. Бір кейбір сөздер бізге қаралған шығар дегендей мәселе. Бірақ Алла Тағала бәрібір, өйткені ол адал дос дедік қой бағана. Ол бірден айтады. Оны сен алдап айтса, сен алдана бересің ғой. Алдамайды, ол нақты ақиқатты айтады. Мысалы Анғам сүресінде айтады: "Ауаман кана майтан". Біреу өлі еді дейді. Қараңыз қалай бастайды. Фа ахяйнаху. Мұхаммед пайғамбар арқылы Құранды оқытып, сол кезде жаңағы Меккеге түсіп жатқан кезде, сөйтіп Құранды оқытып, осы Құран арқылы оны тірі қылдық дейді. Тірі қылған кезде бағанағы сана саңлау ашылды. Көз бен жүректің арасында перде жоқ. Құлақ пен жүректің арасында тығын жоқ. Міне, Раббым не айтады екен? Раббым қандай нәрсені жақсы көреді екен? Көзің тірілді. Көрдіңіз бе? Соны атап айтады. Сөйтіп біз оны тіріттік дейді. Сөйтіп біз оған адамдардың арасында жүретін нұр жасап бердік дейді. Яғни жол айқын болды. Туысқандарының, әріптестерінің, достарының алдында. Бұрынғы достары келіп, жүр тағы барып қайтпаймыз ба дегенде, жоқ. Раббым мені жолға салды. Көрдіңіз ғой? Тірілді. Аналар әлі өлегенін білмейді. Ол тірілгеніне қуанып жатыр. Сөйтіп жаңа намазға келіп фатиқасын оқыған кезде Альхамдулиллахи роббил аламин деген кезде ойлаңыз, қандай нәрсе болып жатқанында. Міне, осы кезінде өлі болып, сосын біз оны иманмен, Құранмен тірілтіп, сосын оның тура жолын ұстатып қойған адам. Кама масалуху фи зулумат, әлгі қараңғылықтардан әлі де шығамай жүрген адамға ұқсайма дейді Алла Тағала. Лайса би хорижи минха, әлі шығалмай жүрген дейді одан. Казалика зуйина лил кафирина ма кану яъмалун. Осылайша дейді, иман келтірмейтіндерге өздерінің істеп жүрген қылықтары әсем көріліп қалған дейді. Әсем. Яғни қазіргі тілмен айтқанда темаға айналған, ол тема кәдімгідей. Көрдіңіз ба? Бірақ ол білмейді. Өлі деген нәрсенің артында не жатыр? Алланың алдында сені бір қиямет күні құтқаратын түк жоқ. Ойлаңыз. Осыны айтады, заяға кетіп отқан өмір деп та. Аллаға шүкір біздерді тірілтіп отқан. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларға Құранды насихаттап үгіттеп отқан кезде, былай қараса, ана Әл-Валид ибн Ал-Муғира деген үлкен адам саудалар жүргізіп отыр. Меккенің мәселелерін шешіп жатыр. Абу Жахил де сондай. Тағы да басқа жаңа дөкейлер. Пайғамбарымыздың жүрегі мына жаққа ақ көңіл болғаннан кейін олар Құранды оқиды да жауап беретін шығар дейді. Сонда Алла Тағала қағиданы қояды. Инналлаха юсмиғу ман яша. Ей пайғамбар, расымен де Аллах Тағала кімге қаласа соған естіртеді дейді сен сөйлеп жатқан сөзді. Қай нәрсені алып тастады? Мынаны алып тастады. Уама анта би мусмиғин ман фил қубур. Сен қабірдегілерге естірте алмайсың дейді. Қабірдегілер деп тірілерді айтып отыр. Ол болды, ол қабірде жүрген, жабірде жатқан не, ол жердің үстінде жүрген не. Ол бәрібір адам ертең қабірге кіреді. Сонда ана аяттарды тыңдағысы келмейтін адамдарды Алла Тағала не деп отыр? Қабірдегілерге естірте алмайсың дейді. Тура осындай мағынаны Анғам сүресінде айтады. Пайғамбарымыз енді бәлкім тыңдар дегендей нәрсе, мүмкін бір мұғжиза болып қалса, мынандай ой болады ғой. Мысалы,
оны жақсы көргеннен тура жолға келсе дегеннен кейін, бірақ ол жүректерді Алла Тағала жақсырақ біледі ғой. Құрайыштың дөкейлері егер келсе, одан кейін халық келеді ғой деген ой болады да мысалы. Сондықтан бұл Құрайыштың дөкейлері иманға келсе, бұлар қайта-қайта мұжиза сұрай беретін әдеттер болған. Оған иман келтірейін деп тұрған жоқ олар. Сонда пайғамбарымыз ақ көңілдікпен бір мұжиза болып қалса, мүмкін сеніп қалар деген нәрсе болады, ой болады ғой бізде. Сол кезде Алла Тағала андай нәрсені айтады. Анғам сүресінде: "Ва ин кана кабура алейка иғрадухум". Егер де бұлардың сенің осы ескертулеріңнен теріс айналып кетіп бара жатқан, яғни саған арқасын көрсетіп, тыңдамайым деп бүйтіп, менсінбей, сондай бір кетіп бара жатқан түрі саған ауыр тисе дейді, пайғамбарымыз айтып жатыр. Саған егер ауыр тисе, فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَكُمْ بِآيَةٍ. Онда сен өзің шаман келгенше жердің астына жол ізде дейді. Пайғамбар сасым айтып отыр. Не аспанға бір сат ізде да, өзің алып кел дейді мұжизаны оларға. Ешқашан Аллах Тағала сіздің көңіл қалауыңызға ермейді. Ешқашан ақиқат жалғанға ермейді ол. Көрсі, адам Алланың тәрбиесіне еру керек. Адам Алла Тағаламен бірге сабыр ету деген тақырыпқа кіру керек. Сенің ойыңда қандай болмайды. Міне сонда жаңағы сосын түсіндіреді. Егер де Алла қаласа еді, күллісін мәжбүрлеп тура жолға жинай салар еді дейді. Бірақ ондай емес. Әркімге есту қабілеті берілді, көру қабілеті берілді, ойланатын ақыл берілді, әдемі пайғамбар жіберілді, керемет кітабы түсірілді. Сабыр етіп 13 жыл бойы сөйлеп жатыр ол. Олардан таяқ жеп жатыр, әрі сөйлеп жатыр. Таяқ жейді, жамандықпен қайтармайды. Енді қаншалықты еркелететін жағдайдың бәрі жасалып отыр ғой. Көзіне көрініп тұрған нәрсенің барлығы Алланың екенін біледі. Сондықтан сен, ей пайғамбар, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Ана білімсіздер сияқты болма дейді. Қараңыз. Алламен бірге сабыр ете алмау білімсіздік болып қалады кейде бізге. Мысалы, Тағала сізді осындай біреуді мысалы 20-40 жаста алып келсе намазға. Сосын сіздің үйіңізде мүмкін әйеліңіз немесе тағы басқа бауырыңыз келе алмай жатыр намазға. Саған қанша сабыр етілді? Қанша сабыр етілді саған? Сол сияқты сіз де сабыр етіңіз. Ақиқат деген мәжбүрлеп берілетін нәрсе емес. Абыройын түсірмеңіз ақиқаттың. Ақиқатқа адам еңкейіп келеді. Көріңіз ғой. Мен сондықтан бұл жүрек деген тақырыптарды осы жерде пайғамбар түсіндіріп жатыр ол бізге. Сосын осы жерде жаңағы сен қабірдегілерге естірте алмайсың деген кездегі Құрайыштың дөкейлерін айтып тұрса, қарсы келіп жатқандар. Бірақ олардың артында жүрген қарапайым халықтың күллісін кіргізбейді бұл тақырыпқа Алла Тағала. Өйткені сол жерде жүрген мысалы Абу Бакырдың әкесі Мекке ашылған жылы бірақ келді исламға. Жүректерге үкім бермейді пайғамбар салса. Міне бүгін біреу тыңдамай тұрма, үкім шығаруға хақың жоқ. Сенің де әуелге тыңдамай қалған бір кезің болған. Үкім шығарған жоқ Алла Тағала. Алла Тағала жүректерді біледі. Қалай жұмыс істеледі бұл жүректермен. Сонда мысалы анау Абу Бакр радиаллаху анхудың әкесі Мекке ашылған жылы келіп отыр. Абу Суфиян қанша жыл қарсылық көрсетіп келе жатып, Мекке ашылған жылы исламға келіп отыр, иманға келіп отыр. Өзіңіз ойлаңыз. Оның мысалы жаңағы жұбайы ана Ухуд несінде шайқасында Хамза радиаллаху анху мысалы өлтірілген кезде, ана мысалы кескілеген кезде дегендей нәрселер. Оған да қалады иманды Алла Тағала. Осы тақырыпты оқыңыз. Сіз ойлағандай емес. Алла Тағала ешқашан сізбен бірге емес. Қазір ол кісіге де Хинд деп біз атаған кезде радиаллаху анха дейміз. Ешқашан адамға Алладан озып, өзіңнің стандартың бойынша үкім шығаруға хақың жоқ. Сабыр ет, пайғамбар салсам сияқты. Алламен бірге сабыр ет. Алла Тағала саған сабыр еткен дейді. Міне,
казалика кунтум мин қабл. Дәл өзің сондай болғансың бұрын дейді. Фаманналлаху алейкум. Құрғысы шүкір етер ма деп алып келгенбіз дейді. Сен жақсы болғандықтан әкелген жоқпын дейді. Мынау шүкір ететін шығар деп алып келдім дейді, тек болды. Біз қарызбыз. Біз шүкір етіп қана бұл тура жолға Алла тағалаға немізді көрсете аламыз. Көрдіңіз ғой? Мен сол